Осыларды басып қазір жұмыс жасаймыз. Қара қыздар, кей кездерде жүректеріңіз шаншып, сыздап, бір ауырады ғой қыздар, сол кезде мына нүктені бассаңыздар басылады. Жаттығу былай жасалады, түсіріп алыңдар. Мен астынан түсіре бер. Үй жағдайында осыны алдымен тараймыз. Тараймыз. Жоғары төмен тарап, одан қолымызды былай жұмамыз да, мына жерменен жоғары қарай жүргіземіз. Жанға қарай жүргіземіз. Оң қолымыз сол жақты, мына жиыққа дейін әкелеміз. Оң қолымыз сол жақты жиыққа дейін. Әсіресе мына үйде жасы келген кісілер көбірек жасау керек. Одан сол одан не жұмыс? Одан кейін басамыз да. Одан болғаннан кейін сіздер қарам, аяқты мыншылық кетіп секіру керек, өстіп, одан кейін денемізді тырым етеміз. Осындай жағдайда тәртібін жасап беріп жүрсің. Енді мына нүктені басып, бұл жаттығуды да үйреніп алыңдар. Мына жағына. Одан кейін оң қолдарыңды мына сүйек ұстап тұрып, былай қарай. Көзің жоғары қарау керек. Одан екінші қол. Одан кейін қолдарыңды бүйтіп ұстап тұрып, былай ұстаймыз да. Көзді қараймыз, көз. Жоғары, төмен. Жоғары, төмен. Қолымызды айландырамыз. Қолды қараймыз, көзімізді айланады. Оңға, солға. Ол не жаттығулар, айтшы? Көз жаттығулар. 3, 4, 5, 6. Мына саусақ ішінде тұрады, ішінде тіреу болып тұрады, тіреу. 1, 2, 3, 4, 5. Болғаннан кейін төмен жоғары. 1, 2, одан құлақты. 1, 2, 3, 4, 5. Одан кейін 1, 2, 3, 4, 5. Одан 1, 2, 3, 4. Одан төмен жоғары. Тараймыз. Тарап береміз. Тараймыз. Өйткенде құлақты мына жағын көрдің ба? Анасының құрсағында жатқан бала. Одан кейін құлақтың іші толған бірақ нерв жүйелер. Көрдіңіздер ғой, осылай жасаймыз. Не,